Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз аспан әлемінің құпиялары бөлімін ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламның ғажайып сандары. Оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай эмоциональды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру. Екінші оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Бағалау критерийлері мәтіндегі мәселені анықтайды, мәселеге өз көзқарасын білдіреді, мәтіндегі маңызды ақпараттарды белгілеп алады. Іріктелген ақпараттар негізінде мәтінді өз сөзімен жазады. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда аспан әлемі туралы кеңірек мағлұматтар алатын боламыз. Сонымен қатар, тыңдалған мәтін бойынша қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолдана отырып, диалогке даярлықсыз қатысамыз. Және оқылым тыңдалым материалдары бойынша жинақы мәтін жазады екенбіз. Кәнекей оқушылар, өткен сабағымызды еске түсіріп көрейікші. Мына берілген тірек сөздерді сөйлетеміз. Мынандай тірек сөздер берілген бізге. Ғарыш. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш аспанда орналасқан планеталардың орны. Ғаламшарлар. Ғаламшарлар ғарышта орналасқан жер сияқты планеталарымыздың серіктері. Ал галактика дегеніміз не? Біздің галактикамыз құс жолы деп аталады. Онда көптеген жұлдыздар, планеталар, метеориттер орналасқан. Келесі мына тірек сөзіміз күн. Күн бізге жылуын сыйлайды. Күн ең үлкен жұлдыз болып есептеледі. Ал ай ше? Ай жердің серігі. Сіздер мына жерде көріп отырсыздар, 1957 жыл. Бұл жылы қандай оқиға болды екен? Бұл жылы ең алғаш ғарыш кемесі ұшқан екен. Ең алғаш ғарышқа ұшқан бұл Юрий Гагарин. Жұлдыздардың жалпы саны миллиардтардан асады екен. Мына суретте өздеріңіз көріп отырсыздар, аспан әлеміндегі жұлдыздар бейнеленген. Соның ішінде мына жұлдыз құс жолы деп аталады. Қазір біз сіздермен видео сабақ тыңдаймыз. Ол сабақты мұқият тыңдап болғаннан кейін мына тапсырманы орындайсыздар. Мәтінді тыңдап, екі ашық сұрақ құрастырыңыз. Сұрақ мазмұнында қыстырма, қаратпа сөздерді қолданыңыз. Сұрақтарға өз пікіріңізді білдіре отырып жауап беріңіз. Дескриптор мәтін бойынша екі ашық сұрақ құрастырады. Сұрақ мазмұнында ойдың кімнен шыққандығын білдіретін қыстырма сөздерді қолданады. Күтпеген сұрақтарға жауабы тез әрі орынды жауап береді. Ендеше, оқушылар, қазір біздер тыңдалым мәтінін тыңдаймыз. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Ал бастайық. Тамаша! Керемет! Зият, Дана, ана бір жерде шоғырланған кішкене жұлдыздарды қараңдаршы. Көрдіңдер ме? Ол қандай жұлдыздар екен? Көріп тұрмын, жылт-жылт етеді. Ол құс жолының жұлдыздары. Құс жолы? Аты әдемі екен. Қызық, неге олай атады екен? Жыл құстары көктем мен күз мезгілдерінде жылы жаққа ұшады. Олар баратын жеріне адаспай жету үшін құс жолы жұлдыздарының шоғырын негізге алады. Осылайша өз бағыттарын адаспай табады. Сондықтан да оны құс жолы жұлдыздарының шоғыры деп атаған. Керемет, атын дәл тауыпты. Иә, қызық. Бұнымен бітпейді. Ертеректе жұлдызшылар құс жолы жұлдыздары шоғырына қарап, жылдың 4 мезгілінің басталғанын біліп, ауа райын болжаған. Қалай сонда? Құс жолы жұлдыздары жылдың 4 мезгілінде әртүрлі болып құбылып отырады.
Мысалы жазды күні қыс жолы жұлдыздары күмістей жылтылдап тұрады екен. Ондай кезде адамға шипа беретін емдік шөптер гүлдеп, өз жемісін береді. Ал күзде қыс жолы жұлдыздарының түсі алтын рең береді екен. Артынша өсімдіктер сарғая бастайды. Сол кезде егін жинау басталады. Ал қыстыгүні бұлар оттай жанып жылтырайды. Сүттей ақ болғанда жерді аппақ қар басады. Осылайша ауа райы салқын, ыстық, суық, жылы болып құбылғанда қыс жолы жұлдыздарының шоғыры түсін өзгертіп отырған. Аспан әлемі сондай қызық. Иә, қазақ халқы оларға арнап қаншама аңыз әңгімелер шығарған. Әр жұлдыздың шығу тарихы өзіндік сыры бар. Оқушылар, біздер жаңағы мәтінді тыңдадық. Тапсырмаларды олай болса орындайсыздар. Келесі тапсырма: берілген мәтінді мұқият түсініп оқыңыз. Оқу барысында мәтіндегі маңызды ақпараттарды белгілеп отырыңыз. Және сонымен қатар мәтін мазмұнын жинақтап, өз сөзіңізбен жазыңыз дейді. Біздер бұл тапсырмада берілген мәтінді жинақы мәтінге айналдырады екенбіз. Сіздер өздеріңіз мәтінді оқып танысып аласыздар. Содан кейін барып жинақы мәтінге айналдырасыздар. Дескрипторы мәтіндегі маңызды ақпараттарды белгілеп алады. Іріктелген ақпараттар негізінде мәтінді өз сөзімен жазады. Сабақтың соңында оқушылар мына парақты толтырамыз. Сабақта алған бір маңызды ақпарат, қиындық келтірген бір мәселе, сабаққа қатысты бір сұрақ. Үйге тапсырма. Оқулықтағы 155 беттегі екінші тапсырманы орындайсыз. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін Classroom-дағы Google классқа орналастырамыз. Құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.